Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай дәмді шие қосылған сүзбелі кекстің рецептісімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліңіздер және міндетті түрде видеоның соңына дейін көреміз. Ең алдымен сүзбемізді алып, үстіне қантымызды саламыз. 2 жұмыртқамызды салып, осындай блендердің көмегімен жақсылап араластырып, езіп шығамыз. Яғни майталаймыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Сары майымызды микротолқынды пеште ерітудің қажеті жоқ, бөлме температурасында болған дұрыс. Мен бірақ микротолқынды пеште ерітіп алдым, асығыс болғандықтан. Үстіне осындай ванильді шекер, қамыр қопсытқыш және кішкене тұзымызды қосамыз, араластырамыз. Оның үстіне тағы да ұнымызды қосып, жақсылап араластырып, осындай жұмсақ қамыр илейміз. Осындай күрекшенің көмегімен араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны кексіміздің осындай ыдыстарына 1 шай қасықтан салып шығамыз. Видеодағыдай етіп салып шығамыз. Оның үстіне осындай мұздатылған шиелерімізді 1-2-ден қойып шығамыз, 2 данадан. Егер өздеріңізге шие ұнамайтын болса, малина қойсаңыздар болады шиенің орнына алмастырып. Енді осы кекстарымызды 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің кексіміз пісіп шықты. Өте дәмді болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Енді кексімізді ортасынан бөліп көрсетейін сіздерге. Ас болсын. Сіздермен болған Ақбота Садыкова.